Сәлеметсіздерме? Менің есімім Елдос Жақсылықұлы. Мен осы Қытаймен бизнес курсын мектебінің 8-ші курс түлегімін. Көптен арманым осы Қытаймен бизнес жасау. Осы әлеуметтік желілерден Қытаймен бизнес каналына кіріп, осы Елдостың каналына кіріп көрдім. Бір жарты айдай зерттеп, көзім жетіп, сол 8-ші ағымда болған осы Астана қаласының курсына қатыстым. Сонда көп нәтижелерге көзім жетті. Ол жақтан 1000 теңгенің заттарын осы Қазақстанға кеп, посредниксіз 10 000 теңгеге сатуға болатыны көзім жетті. Өзіме бір ниша таңдадым, Қазақстанда жоқ. Ол антидождь деп аталады. Автокөліктерге, боковой айналарға тағып су өткізбейтін, және де қыста керек зат. Мен өзім көлік жүргізуші болғаннан кейін сондай кемшіліктер кездесті. Соны зерттеп, заказ беріп, бірінші проб ретінде OLX-ге, Instagram-ға заказ беріп көрдім. Және де тапсырыс бермесе де қызығып звондаған кісілер болды. Соларға түсіндіріп, заказын алып, сол 300 штуктай заказ бердім. 150 000 теңгеге сол заказдар келді. Ол кісілермен хабарласып, сол заттарды тауарлап өткізіп, 400-500 маржа үстінен пайыз көріп, 700 000 теңгеде таза пайдамен шықтым. Негізі бас кезінде сенбедім, біраз сенбеушіліктер болды. Бірақ сол сенбей үйде отыра берген болмайды. Көру керек. Сабақта айтқан, осы кісілердің айтқан бұлжытпай орындап, үй тапсырмасын орындасаңыз, сол негізі нәтижесін береді екен, соған көзім жетті. Рахмет, Елдос. Тағы да Елдоспен жұмысты жасаймын. Қытайға барып керек емес, сол ноутбук керек, телефон керек болды. Брендтік заттарға көп көңіл бөлеміз деген ойым бар негізі. Осы курсқа оқуға кеңес берем. Ұтылмайсыздар. Кеткен ақшаларыңызды шығарасыздар. Мен өзім бірінші заказдан осы кеткен ақшамды шығардым. Одан 1000 есе мен тағы да пайда табамын осы курстың арқасында.